Бұл Қытай. Я Қытай, Париж емес. Бұл да Лондон емес. Бұл тек Шанхайдың бір районы. Мынау да Американың Тесласы емес. Бұл соңғы жылдықта шыға бастаған Қытайдың электрокөлігі. Ал мынаны қараңыздар. Жоқ, бұл iPhone емес. Бұл оның қытайлық көшірмесі. Стив Джобс айтқандай, біз ешқашан ұлы идеяларды ұрлаудан ұялмадық. Дәл солай, Қытай елі де бұл істен еш ұялмайды. Бұл видеода сіз қалай Қытай елі қарапайым көшіруден әлемдік техника лидеріне айналып бара жатқанын көре аласыңыздар. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуыңызды сұраймын. Дайын болсаңыз, кеттік. Осыдан 10-15 жыл бұрын қытайлық телефон деген кезде ойға не келетін еді? Сол кездері ол елде Nokia, Samsung, Samsung, Sony Ericsson немесе телефон деген дүниелер шығатын. Соншалықты нашар, батареясы тек бір рет қоңырау шалуға жететін еді. Ал қазір қалай? Бірдеңе өзгерді ма? Міне iPhone 13. Ал мынау оның қытайлық GIG G13 Pro. iPhone 6 және оның көшірмесі Oppo F3 Plus. Жоға, сөйсем. Қазбаласақ, сол 15 жыл бұрын қытайлық мекемелер, фабрикалар тек имитация, яғни тупо корпус көшірмелеумен айналысты. Сондықтан сол жылдары нарықта ең басты бренд ол Шанжай. Қазақша аудармасы әрине жалған деген сөз. Датаға бет жоқ, олар тіпті аудио телефонын одан әрірек кетсек, тіпті темекі қорабында телефон қылып шығарған. Қызықтың көкесі 2007 жылы басталды. Сол уақытта Қытай үкіметі ел бойынша өзіндік жаңа 3G желісін құрастыруға кәдімгідей үлкен тендер ойнатқан. Ол тендерге әлемдік нарық лидерлері қатысады. Алайда жеңіске жергілікті ZTE, Huawei сияқты мекемелер жетті. Ал олар біздікілер ұқсап ақшаны жеп қоймай, ел болашағы үшін деп дұрысынан іске қолдана бастайды. Ол әрине смартфондар әлеміне жаңа жетістіктер алып келеді. Сол 2007 жылы Google алғаш рет Android операциялық жүйесін іске қосты. Одан 5 жыл өткесін барлық Қытай смартфондары сол жүйемен жұмыс жасап, әлем Apple, Samsung, Nokiaдан басқа Xiaomi, Meizu, Oppo, Vivo, Lenovo, Kumu сияқты брендтермен таныса бастайды. Тізім үлкен негізі, ал нақтырақ айтатын болсақ, назар аударыңыздар, Қытайда смартфон өндіретін 300-дей мекеме бар екен. Бірақ қызық ода емес. Егер 21 ғасыр басында Қытай тек корпус көшірмесімен айналысатын ел болса, айтарлық сол кезде қажетті чиптерді елге Тайвань әкелетін еді. Ал қазір Қытай ол чиптерді тіпті микропроцессорларды өзі өндіретін болды. Былай қарасаң, жеңіске жету формуласы өте оңай көрінеді. Алдымен сен бәрін көшіріп бастайсың, одан тоқтап қалмай, ол қалай жасалатынын және қалай дамытуға болатынын қазбалай бастайсың. Ақша іздеп тауып, оны ұрламай іске саласың. Ол ісің жүре бастағасын, сенімен басқалар әрине бәсекелесіп күресіп бастайды. Түбінде сен мықты болсаң, табысқа жетесің. Нәтижесінде бүгін әлем бойынша смартфон өндіретін топ 5 компаниялардың ішінде 3-і әрине Қытай елінікі. Мықты, базар жоқ. Енді мына тізімді қараңдаршы, әлемдегі көлік өндіруші топ 10 мекеме. Көріп тұрғаныңыздай, мында Қытай мекемелері жоқ. Әзірше жоқ. Өйткені бұл салада да қытайлықтар дәл сол сценарий бойынша қозғалуда. BMW, Volkswagen, Porsche, Ford, Mini, тіпті Deo Matiz'ді де жасап жатыр. Онымен қоса кейбір өңірлерінде бұл сала одан да әрі дамып, кейбір көшірмелер көліктер ерекшеленіп, өзгешеленіп шығып жатыр. Болашақ көліктері туралы не айтамыз? Мына қытайлық Теслаға қараңыздаршы. Xpeng P7. Қалай ол Теслаға ұқсайды дейсіз бе? Оған Илон Масктың өз жауап береді десек болады. Ол 2014 жылы 12 маусымда біздің барлық патенттеріміз сізге тиесілі деп айтқан. Яғни, бұл жерде әлем бойынша кімде-кім Tesla технологиясын өз ісіне пайдаланатын болса, Tesla оларды соттап әлек болмайды деп жазылған. Илон 2014 жылы бүкіл әлемге өз патенттерін сыйлапты. Дәл сол жылы Қытай нарығында дұрыс Xpeng компаниясы жарық көрді. 3 жылдан кейін оларға Alibaba-ның өзі инвестиция, яғни ақша құйып, келесі жылы олар үлкен завод құрған. Ал бүгінгі 2022 жылы бұл компанияның тап-таза су жаңа электрокөліктері Норвегия, Швеция, Дания және Нидерланд елдеріне Tesla, BMW электрокарларынан біршама арзан бағаға экспортталады. Ол қалай десеңіз, бұл мекемеге үкіметтен әңгімесі жоқ, дұрыс қолдау көрсетіліп отыр. Осы сәуір айында Қытайдың ауыл шаруашылық банкі Xpengке $7,5 миллиард кредитке берді. Неге? Әрине көлік саласын жаулау үшін. Көріп тұрсыңдар ғой, бұл ел қайқа бара жатқан. Ол ғой Xpeng жүретін электрокөліктермен қоса тіпті ұшатын X2 электрокөлігін өндіреді. Америка, Европа елдерінен қалыспаймыз деп тұр қысқасы. Европа демекші, мынаны қараңыздаршы. Тауып көріңізші, екеуінің ішінде қайсысы шын Париж. Ал мына суретте ше, енді түсінікті болған шығарда, мынау қытайлық Эйфель мұнарасы. Биіктігі оригиналдан 222 метрге төмен.
Париж қаласы Қытай көшірген жалғыз қала емес. Мінекей мынаны көріңіз. Бұл әрине Лондонның 2-0 Қытай версиясы. Мында Тауыр көпірі де бар. Оған қоса көшелердің стиль есебіне дейін көшірген. Тіпті қызыл телефон будкілері, пабтар, жарық столыптары да бар. Ұнамады ма? Онда Қытайлық Венеция. Қалай кетті? Қаланың аты Суджоу. Бұларға қоса Гельштадт Австрия ауылы, Мини Манхэттен, неміс қалашығы, Голландия ауылы, америкалық Джексон Холл. Осының бәрі Қытайда достар. Тағы да не үшін дейсіңдер ғой? Біріншіден, бұл қалалар үлкен мегаполистер халқын сәлде болса да түсіру үшін керек. Ол қаланың ең басты қиыншылығы әрине үлкен трафиктің болуы. Қысқасы, халық тым көп. Екіншіден, бұндай жобаларға ақша және халық тарту оңай болғандықтан. Өзара ішкі туризм десек те болады. Өйткені Қытай халқына батыс елдері ерекше бай болып көрінеді. Орташа есеппен Европада қытайлық туристер бір сапарына 11 000 евро ақша жаратады екен. Ал карантинге дейін бір Францияның өзіне жыл сайын 2 миллионға жуық қытайлықтар келіп кетеді екен. Ал Европаға баратын мүмкіндігі жоқ адамдарға неге жалған Европа құрып бермеске? Неге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа, неге жасамасқа? Әрине ол жерде баспана алу басқа қалаларға қарағанда қымбаттау болады. Өйткені бұл қалаларда сен тек үй емес, өмір сүру стилінде сатып аласың деуге келеді. Мысалы, Джексон Холлдан үй алсаң, ол жерде бәрі сол стилде болады. Ресторан, кафе, тамақ, киім, түсіндіңдер ғой. Бірақ өкінішке орай бағалары тіпті тым қымбат. Көп қытайлықтарда бұл қалалардан үй алу мүмкіндігі жоқ екен. Сондықтан бұл көшірме қалалар әзірше қаңырап бос тұр. Бұл қалалар туралы шетелдік және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары біраз жазды. Әрине, көбіне негативті түрде. Нәтижесінде Қытай үкіметі бұл идеядан бас тартты. Қазір Қытай толықтай өз архитектуралық мәдениетін дамытуда. Осы үш мысалда смартфондар, көліктер, қалаларды негізге алып, ненің қалай жұмыс жасайтыны көрініп тұр. Көшіруге болады, жоқ тіпті көшіру керек, егерде бұл іс болашақта бір өзіндік жаңа ашылуларға алып келсе. Тесіп шығар идеяларға ақша құйып, тіпті іске асып жатқан салаларға да көз салып дамытып отыру қажет. Ал жай ғана имитация еш жақсылыққа әкелмейді. Осымен болды. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз достар. Көріскенше.